ақ шаштың пайда болуынан құтыла алмаймыз. Тіпті жақсы күтімдегі әдемі шаштың өзі жас ұлғая келе ақ түске бояла бастайды. Бірақ әлі жас болсаңыз да, шашыңыз ағара бастаса, не істеу керек? Ақ шаштан арылудың немесе оны жасырудың бірнеше әдістері бар. Салондық процедуралар, бояу немесе табиғи әдістер арқылы күресу. Ақ шаш ұлғайған жастың белгісі болып саналады. Бұрын ақ шаш 50-ге жақындаған адамдарда байқалатын болған. Бұл жаста бояғыш пигментін жоғалту қалыпты жағдай болып табылады. Себебі ағзада қартаюдың табиғи процестері жүреді. Ал соңғы жылдары әйелдер мен еркектердің көпшілігі алғашқы ақ шашын 30-ға жетпей көреді. Егер бір ақ шашты жұлса, ақ шаш көбейіп кетеді деген пікір бар. Бұл аңыз. Жұлынған ақ шаштың орнына шыққан шаш ақ болады, бірақ ол оның санына әсер етпейді. Бірақ ақ шашты сонда да жұлмаған жөн. Ол шаш түйінін зақымдап, қабыну процестеріне немесе басқа да бас терісі проблемаларына әкелуі мүмкін. Шаш ағаруының негізгі 7 себебі. Шаш түсіне меланин деп аталатын зат жауап береді. Ол жеткілікті мөлшерде өңделмесе, ақ шаш пайда бола бастайды. Ақ шаштың пайда болуына көптеген факторлар әсер етеді. Соның ішінде кең тараған 7 себебін ұсынамыз. Біріншіден, жас ерекшелігі. Ол ақ шаш пайда болуының ең кең тараған себебі. Ағза қартаяды, меланоциттер пигменті аз бөледі. Екіншіден, генетика. Тұқым қуалаушы факторға көп нәрсе байланысты. Соның ішінде ақ шаштың қаншалықты ерте пайда болуының да қатысы бар. Үшіншіден, күйзеліс, уайымдау, депрессия. Оның барлығы ағзаға және шашқа әсер етпей қоймайды. Күйзеліс кезінде қанның микроайналымы нашарлайды. Қан тамырларындағы оттек мөлшері азаяды. Соның себебінен бас терісі қиналып, ақ шаштар пайда болады. Төртіншіден, дәрумен жетіспеушілігі. Дәрумен жетіспеушілігі шаш жағдайына әсер етеді. Олар өмірлік күшін жоғалтады, сынғыш бола түседі. Ағзаға B12 дәрумені жетіспесе, ақ шаш белсенді түрде пайда бола бастайды. Бесіншіден, ауру. Ақ шаштың ерте пайда болуы денсаулығыңызды тексертуге жетелеуі керек. Анемия, бүйрек, жүрек, қалқанша без, асқазан ішек жолы аурулары бар адамдардың шаштары ерте ауырады. Алтыншыдан, жиі бояу. Шашты дұрыс бояу қажет. Органикалық бояу алу керек. Әйтпесе, бояуды жуған кезде жағымсыз тосын күтіп тұруы, яғни ақ шаш пайда болуы мүмкін. Бас терісіне негативті әсер ететін химиялық компоненттер бар. Соның әсерінен шаш түйіні пигментін жоғалтады. Агрессивті бояуларды жиі қолдансаңыз, ақ шаштың саны өсе береді. Жетіншіден, суық. Суық мерзімде бас киім кимеу ақ шаш пайда болуына ықпал етеді. Суықтан бас терісі микроайналымы бұзылады. Ақ шашты үйден табиғи ингредиенттермен жасалған маскалардың көмегімен емдеуге болады. Бұл мәселемен күресуде майсана майы, пияз, сарымсақ, бал тиімді көмектеседі. Маскалардың табиғи құрамы шашты жас күйінде сақтайды. Ақ шаш көбеюін тоқтатады. Шашты сау әрі әдемі етеді. Ақ шашты емдеуге арналған көптеген рецептілер бар.